Күніне 1 килограмм салмақ тастауды қалай бастау керек? Өз фигураңызға көңіліңіз тола ма? Егер иә десеңіз құттықтаймыз. Ал егер жауабыңыз жоқ болса, онда өз фигурасынан қымсынатын 91% америкалық әйелдердің жағдайын жақсы түсінесіз. Біз сұлу мүсін үшін көп нәрсені жасап көреміз. Спортзалда тұрақты жаттығу ең жақсы вариант сияқты, бірақ көбімізге уақыт пен мотивация жетіспейді. Ал артық майды операциямен алуға келер болсақ, мұндай процедура тым радикалды көрінеді. Сонда не қалады? Диеталық тамақтану. Егер сіз білеміз, көрдік оны да деп ойласаңыз, асықпаңыз. Бұндай диета туралы сіздер әлі естімегендеріңізге сенімдіміз. Бұл тәсіл өте қарапайым, қолжетімді, ең бастысы тиімді. Артық салмақпен күресуде лимонад ғажайып нәтиже беретінін білген бе едіңіз? Видеоны соңына дейін қараңыз. Біз сіздерге бұл өнімнен қаншалықты пайда көретініңіз жайлы айтатын боламыз. Өмір саған лимон берсе, одан лимонад жасаңыз. Бұл сізге өзіңізді жақсы сезінуге және жылдам арықтауға көмектеседі. Нақтырақ айтсақ, сіз күніне 1 килограмм салмақ тастайтын боласыз. Лимонад негізінде монодиета Мастер Клинц деген атпен белгілі. Алғаш рет 1940 жылдары танымал болған бұл диета қазір де жоғары сұранысқа ие. Оның жақсы мысалы әнші Бейонсе. Лимонад диетасы арқылы ол 10 күнде 10 килограмм тастаған. Сонымен қоса Наоми Кэмпбелл, Джаред Лето сияқты шоу-бизнес өкілдері де лимонад диетасымен арықтаған. Кез келген диетаның артықшылығы және кемшілігі болады. Бұл диета көмегімен организмді бір жылда 3-4 рет тазартуға болады. Тазарту мерзімі минимум 10 күн, максимум 40 күнге созылады. Диетаны ұстану арқылы күніне 1 килограммнан тастайсыз. Ал енді лимон шырынының барлық артықшылықтарын қарастырайық. Нөмір 4. Ол денеңізді токсиннен тазартады. Лимон шырыны денеңізде жиналған токсиндерден тазартады. 689 түрлі токсин түрі бар. Олар тек артық салмақ қосуға әсер етіп қоймайды. Шаршау, бас және бұлшықет ауруы, тері аурулары, ашушаңдық, салмақ қосу, осылардың бәрінен организмнен токсиндерді шығару арқылы құтылуға болады. Нөмір 3. Ол иммундық жүйені нығайтады. Лимон С дәруменінің табиғи көзі. Бұл бар аурудан, тым болмағанда жиі салқын тиюден құтылу үшін көп мөлшерде қабылдау қажет дәрумен. Расымен С дәрумені иммунитетті нығайтуда аса маңызды. Әр күн сайын сіздің денеңіз бұл дәруменнің белгілі бір бөлігін жоғалтады, ал лимон шырыны балансты қалпына келтіруге жақсы көмектеседі. Нөмір 2. Ол ас қорыту жүйесіне көмектеседі. Лимон бұл нағыз ғажайып өнім. Олар тек С дәруменіне ғана бай емес. Сонымен қоса ас қорыту үшін қажетті асқазан сөлі мен ферменттерді ынталандыратын лимон қышқылына бай. Осылайша лимон шырыны асқазан проблемаларын шешуге және метаболизмді арттыруға көмектеседі. Нөмір 1. Ол қандағы қант деңгейін реттейді. Әдетте біз денсаулығымызға қандай да бір қауіп төнбейінше қант деңгейін бақыламаймыз. Бұл болашақта тек диабетке әкеліп қана қоймайды. Қандағы қант деңгейінің артуы бүйрек, көз, тіпті жүректің қанмен қамтамасыз етуін бұзуға қабілетті. Ендеше дер кезінде шара қолданған дұрыс және бұған лимон шырыны көмектесе алады. Кез келген монетаның екі жағы болатыны сияқты лимон шырынының да өз кемшіліктері бар. Оны көп мөлшерде қолдану зиян болуы мүмкін. Лимон шырынының кемшіліктері. Нөмір 3. Шаршау, концентрация мен проблемалар. Денеден токсиндер шығарылып, организмнің алатын калориясы азайғанда бас ауруы, шаршау, концентрация мен проблемалар туындайды. Нөмір 2. Кемшілік әсерінің қысқа мерзімділігі. Лимонад диетасы бұл ең алдымен ішекті тазарту тәсілі. Ол сізге тез арықтауға көмектеседі, бірақ нәтиже ұзаққа созылмайды. Нөмір 1. Денеңіз май жинау режиміне өтуі мүмкін. Дәлірек айтсақ, сіздің организм ашығуға үйренбеген. Күрт салмақ тастау оған шок болады. Сондықтан диетаңыз аяқталғанда организм май жинай бастауы мүмкін. Ал енді лимонад диетасының барлық минустары мен плюстарымен танысып болсақ, ең бастысына көшейік. Лимон шырынын дайындау үшін бізге 8 стақан су, 6 лимонның шырыны, жарты стақан бал, бірнеше мұз текшесі, 10 жалбыз жапырағы керек болады. Суды жылытыңыз, бірақ қайнатпаңыз. Судың температурасы 60 градустан жоғары болмауы тиіс. Барлық ингредиенттерді қосыңыз және бірнеше сағатқа тоңазытқышқа қойыңыз. Сосын сусынды сүзіңіз, енді оны ішуге болады. Ішпес бұрын әрдайым мұз текшесін салыңыз.
Бұл салқын суды жылыту үшін денеңіз көбірек энергия жұмсауына әсер етеді. Лимон шырынын таңғы астан жарты сағат бұрын ішіңіз, сосын түскі асқа дейін, кешкі асқа дейінгі уақыттарда ішіңіз және ұйықтардан 2 сағат бұрын қабылдаңыз. Сусынның ағзаны токсиндерден тазартып, калорияны жағу процесін қалай бастауға болады? Есіңізде болсын, су сіздің досыңыз. Күніне кемінде 1,8 литр су ішу керек. Тамақты аздаған порциямен жеңіз. 3 үлкен порцияның орнына кішкентай 5 порция алатын болсаңыз, асқазанға тою сезімін береді және артық пайдасыз тағам жемейтін боласыз. Пайдалы тағамды таңдаңыз. Протеинге бай тағамдарды таңдаған дұрыс. Оған ет, балық, тауық, жұмыртқа, сүт өнімдері, фасоль, соя өнімдері, жаңғақ және көкөністер жатады. Калорияңызды есептеңіз. Калория мөлшері 1200-ден аспауы керек, яғни әрбір тағам порциясына 250 килокалориядан. Диетаны жаттығулармен біріктіріңіз. Белсенді жаттығуларға уақыт бөліңіз. Бұл расымен сізге ұнайтын нәрсе болу керек. Мәселен, велосипед тебу немесе жүзу. Бұл әдеттегі спорт залдағы жаттығуларға қарағанда жағымдырақ. Детоксикация процесіне психикалық және физикалық тұрғыдан дайын болу керек. Диетологпен бірге барлығын талқылап алғаныңыз жақсы. Біз айтқан ережелерді ұстаныңыз. Шырынды инструкция бойынша дайындаңыз. Диета аяқталған соң бейберекет тамақтануды доғарыңыз. Біз бұл керемет диетаның сырларымен бөліскенімізге қуаныштымыз. Бұл диета токсиндерден тазартады, ас қорыту және бүйрек қызметін реттейді, организм клеткаларын тазалайды, бұлшықеттегі зиян заттарды жояды, қан айналымын жақсартады. Ең бастысы, артық салмақпен күресуде көмегі зор. Видео сіздерге ұнады деген ойдамыз. Лайк кнопкасын басып білдіре кетіңіздер. Ең керемет деректерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар.